бұл мәселені көтермейтін де едім. Өйткені мен 2 жылдай болды, көшеге арналған қала емес қой, көшелер қаласы болмайды ғой. Адамдар тұру керек. Ана жерге құрылыс салма дейді халық. Оны ана әкім келіп жер беріп оған саламыз дейді. 2030 жыл бұзылатын құрылыстарды 2025 жылы салдырмаймыз ғой, дұрыс па? Қазір сойып болған сияқты қазір. Жыл сайын енді снос деген нәрсе тоқтау керек қой. Егер де жеке меншік бірдей қорғалатын болса, мемлекеттік меншікпен, онда мен неге өзімнің жеке меншік жер учаскемді қайтадан сатып алуым керек? Тексерушілер келген кезде кішкене қобалжисың да, өзі ол саланы білмейді, бірақ сол саланы келіп тексереді да. Ал мемлекетке сіз сияқты кемшіліктерді көріп айтатын азаматтар тиімсіз болып тұр ғой онда қазір. Халықтан ақша түсіретін нормаларды өткізбеуіміз керек. Неге сондайларды өткіземіз біз? Керісінше өзіміз құжатын дайындап, заңды реттеп апарып берудің орнына бір күні барып оны жазалаймыз, сенікі дұрыс емес, заңда көрсетілмегенде.